Сәлем достар, сіздер Казактау арнасындасыздар. Әншейінде жыртқыш аңдар өз жемтіктерін әрдайым ұстап алып, онымен тез күресетін. Ал мына видеода сіздер көріп тұрғандарыңыздай аңдар жыртқыштарға дес бере көрмейді. Гну арыстанмен төбелескен видеосында ол жабайы сиыр арыстанға дес бермей өз-өзін құтқарып қалады. Көбінесе бұндай жағдайларда арыстан жеңіп жатады. Ал мына видеода көргендеріңіздей бұл жабайы сиыр арыстанға сүзіп дес бермей ақырында жеңіп арыстанды судан құлатып, оны қолап шығады. Келесі видеоларымызда көргендей зебраны арыстан қолап баратады. Ол зебраны бір арыстан тамақтан бас салып, бірақ зебра шыдап, ақырында арыстан тістелеп, тепкілеп құтылып шығады. Көп жағдайларда арыстан жеңіске жетіп, зебраларды тамақтап өлтіреді. Ал мына жағдайда ол өз бақытының арқасында құтылып шығады. Егеуқұйрықтар жыланға қарсы күрескенін бірінші рет көріп тұрмыз. Негізінде көбінесе жыландар оларды қысып, орап, өлтіріп жек қояды. Ал мына видеода көргендеріңіздей ол жыланды талап тістелеп жатыр. Достар, видео осындай контент ұнап жатса, каналға лайк басып тіркелейік. Келесі видео көргендеріміздей қорқау қасқырлар жабайы шошқаға жабылып, бірақ оны жеңе алмайды. Олар қанша жабылғанымен ол қашып, барлығын сүзіп құтылып кетеді. Келесі видеода борсықтың артынан түлкі аңдып жүріп, оны ұстап жемекші болады. Бірақ сол кезде борсық түлкіні құйрығынан қатты тістеп талап тастайды. Бұл жерде түлкі өз жемтігін іздегеннен өзі жемтікке айналып кете жаздады. Африканың ең үлкен сиырлары, жабайы буйвол сиырлары. Олар көбінесе арыстандардың ең қас жаулары болып саналады. Мына видеода көргендеріңіздей тыныш жатқан арыстан буйволдан қашып құтыламай, оны қарнынан мүйізімен іліп құлатады. Содан арыстан әлсіреп, буйволға ештеңке істей алмай қалады. Ақырында бұл төбелесте буйвол жеңіске жетеді. Арыстан аман қалу үшін өлген кейіп танытып, ақырында тірі қалады. Себебі буйволдардың салмағы көбінесе 1 тоннаға, еркектері 1,5 тоннаға дейін барады. Сол себепті олар арыстандарға, басқа да жыртқыштарға қатты қауіп төндіреді. Бородавочниктар көбінесе леопард, гепардтардың жемтігі болып жатады. Мына видеода көргендеріңіздей ол өзін қолап баратқан жыртқышты орнынан тез бұрылып, оны сүзіп жібереді. Өз баласын құтқарам деп, жыртқышты сүзіп, оны қуып жібереді. Көбінесе бұндай жағдайларда жыртқыш аң жемтігін жеп қояды.
Ал бұндай жағдайлар көп кездесе бермейді. Чайкалар көбінесе судағы балықтарды ауламақ болады. Мына видеода көріп отырғандарыңыздай, чайка судан балық аулайын деп жүрген кезде, оның судағы балық оны өзіне қарай сүйреп кетейін дейді. Ақырында чайканы балық жеңеді. Медоед деген жыртқыш саналады. Жыртқыш әрі шөппен қоректенетін болып саналады. Мына видеода көргендеріңіздей, ол жыланға қарсы шығып, жыланмен төбелесе кетеді. Оған көмектесіп, қорқау қасқырлар да жыланды жұлмалай бастайды. Бұл жылан болғанда да үлкен жылан питон болып саналады. Пингвиндар Антарктидада, Арктикада өмір сүретін құстар болып саналады. Олар ұшамайды, бірақ тұмсықтарының арқасында қорғана алады. Келесі видеода көргендеріңіздей, оларды басқа жыртқыш құстың балапандары, пингвиндарды балапандары жемек болады. Бірақ пингвиндар бірігу арқылы қорғанып аман қалады. Медоед кішкентай болғанымен өте қауіпті жануар саналады. Ол кішкентай болғанымен оның тырнақтары, тістері өткір болады. Мына видеода көргендеріңіздей, ол өз денесіне қарамастан үлкен леопардқа қарай бас салып, оны ағаштың басына дейін қуып салады. Сасқан леопард не істерін білмей қаша жөнеледі. Медоедтер Африкадағы ең қауіпті жануарлардың бірі. Келесі видеомызда тағы да танымал медоед, ол крокодилға қарсы шығып, крокодилді аулап жеп қояды. Медоедтің келесі видеода көргендеріңіздей, бүркіт үйректің балапандарын жемек болып келгенде, оны үлкен үйрек тоқтатып, бүркітті талап тастайды. Содан сасқан бүркіт не істерін білмей, орында тұрып қалады. Келесі видеода көргендеріңіздей, мына тауық өз балапандарын қорғайым деп, бүркіттің балапанына қарсы төбелесіп, оны жеңіп шығады. Сасқан бүркіт не істерін білмей тұрып қалады. Бұндай жағдай сирек кездеседі. Келесі видеомызда есек кротқа қарсы төбелеседі. Бұнда есек пен кроттың кездесуі табиғатта өте сирек кездеседі. Және де мына есек оны қатты талап, тепкілеп, аяғымен мыжғылап өлтіріп саған. Видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк баса кетейік.